Құран бұл Алланың сөзі, сырға толы сандық, бақ тегілген егістік, ақиқаттың теңізі мен сауаптардың өзені, даналықтың бұлағы, ғылымның атасы. Бұл сөздердің төресі, құлшылықтың кемесі. Ендеше бұл аса мейірімді, ерекше рахымды болған Алланың сөзі емей, кімнің сөзі? Құран. Құран сені жоқтан бар еткен ұлы жаратушының саған жіберген хаты. Білімдердің қайнары, берекенің өзегі. Мұсылманның қорғаны, даналықтың орманы. Имандыға тура жол, жүректердің шипасы. Құран. Құран. Шипа? Және кешірім. Құран адамзат баласының жүрегіне тыныштық сыйлайтын. Бұл дүниеде және ақыретте азаптан аман болуына кепілдік беретін жер бетіндегі жалғыз кітап. Құран мұсылманға сүйінші. Құранды ашқанда сенің жүрегің ашылады. Сенімің артады, иманың күшейеді. Ей Алланың құлы, Құран оқымағаныңа қанша болды? Құран. Алла бұл кітапты сөреде тұру үшін сүрген жоқ. Құран деген мынау кітап. Бұл Алланың сөзі. Бұдан алыстасаң, Алладан алыстайсың. Бұл сенің өмір жолындағы ең маңызды, құнды азағың. Сенің Құранға деген қарым-қатынасың қандай? Құранның саған деген қарым-қатынасы қандай? Құран сенің қияметтегі ұлы шапағатшың. Құранда 30 аяттан тұратын бір сүре бар. Қияметте сол сүрені оқыған адамға ол бүкіл күнәлары кешіріліп, жәннатқа кіріп кеткенше шапағат етуін тоқтатпайды. Сен Құранды әлі ашпадың ба? Ей мұсылман, сіздің үйде Алланың сөзі жоқ па? Құран оқылған үйге шайтандар жоламайды. Құран. Сен Құран жатқа білесің бе? Жүрегіңді Құранмен толтыр. Тазарсын, нұрлансын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрегінде Құраны жоқ адам қираған үй сияқты деген. Құран. Құранда қиямет туралы аяттар келген кезде мұсылман жыласын. А егер жыламаса, жыламайтын болған үшін жыласын. Құранды меңгерген адам ақ пен қараны күндізді түннен ажыратқандай ажыратады. Құран. Абдулла ибн Аббас, егер кімде-кім өзінің Алла алдындағы дәрежесін білгісі келсе, Құранға деген қарым-қатынасына қарасын деген. Бала шағасына Құранды үйреткен ата-ана жәннатта нұрдан тәж киеді. Әлемде ең көп оқылатын, ең көп таралған, Алла тағала бүкіл кемшілік пен қатеден аман еткен жалғыз мұғжиза. Құран. Құран оқумен жүректер тыныштық табады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткен деген. على القرآن